Сізден бір нәрсе сұрайыншы. Егер көкке жету шынымен біздің қаншалықты жақсы екенімізге байланысты болса, біз қайдан сенімді болар едік? Кейбір күндері біз өзімізді жақсы істеп жатқандай сезінеміз. Бірақ басқа күндері онша емес. Әрқашан белгісіздік болады. Егер мен сізге киелі кітап шын мәнінде сіздің мәңгілік өмірге ие екеніңізді білуге болатынын, және бұл сіздің қаншалықты жақсы екеніңізге байланысты емес екенін үйрететінін айтсам ше. Сіз менің бөліскім келетін нәрселердің кейбірін бұрыннан білетін шығарсыз, және сенетін шығарсыз. Бірақ егер сіз менімен бірге бірнеше минутқа қалсаңыз, мен сізге Құдай сөзінен бәріне көзқарасыңызды өзгертетін шындықты көрсетемін. Мәңгілік құтқарылу қаншалықты қарапайым. Біз түсінуіміз керек бірінші нәрсе, бәріміз күнәкармыз, және бізге құтқарушы керек. Римдіктерге арналған 3-ші тараудағы 23-ші тармақта киелі кітап былай дейді. Өйткені бәрі күнә жасап, Құдайдың ұлылығынан айырылды. Күнә бұл Құдайдың өсиеттерінің бірін бұзу, және киелі кітап бәрімізде бар екені анық. Сіз ойлай алатын ең жақсы адам да кемелді емес, және өмірінің бір кезеңінде Құдайдың заңдарын бұзған. Жаман жаңалық. Құдайдың заңын бұзғаны үшін жаза бар. Римдіктерге арналған 6-ші тарау. 23-ші тармақта киелі кітапта күнәнің ақысы өлім делінген. Сондықтан біз күнәкар болғандықтан біз өлімге лайық. Бір күні біз бәріміз физикалық түрде өлетініміз анық. Бірақ киелі кітапта екінші өлім. Егер құтқарылмасақ, жанымыздың тозақтағы өлімі туралы айтылады. Жанып жатқан көлде өз үлесін алады. Бұл екінші өлім. Бұған сізде мен де кіреді. Тіпті біз жасаған жалғыз жаман нәрсе өтірік айту болса да. Біз әлі де Құдайдың заңын бұздық, және тозаққа түсуге лайықпыз. Көрдіңіз бе? Бұл біздің қанша күнә жасағанымыз, немесе қандай күнә жасағанымыз туралы емес. Бұл жай ғана бізде күнә бар, және Құдай күнәні көкке жібере алмайды. Енді бұл күнәні өз өмірімізден алып тастауымыз керек емес. Мұны істей алмайтынымызды бәріміз білеміз. Оны да Құдай біледі. Сондықтан ол бізге тозақтан құтылып, жұмаққа бару үшін өзіміздің әділдігімізбен емес, Иса Мәсіхтің әділдігімен жол ашты. Римдіктерге арналған 5-ші тараудағы 8-ші тармақта киелі кітапта былай делінген. Бірақ Құдай бізге деген сүйіспеншілігін мақтады. Сондықтан біз әлі күнәкар болған кезде Мәсіх біз үшін өлді. Құдай әке өзінің ұлы Иса Мәсіхті дүниеге жіберді. Және киелі кітапта Құдай тәнде көрінді делінген. Ол толық адам және толық Құдай болды. Және ол кемелді, күнәсіз өмір сүрді. Ол Құдайдың өсиеттерінің бірін де бұзбады. Ол біз өмір сүре алмайтын өмірді, көкке бару үшін өмір сүруіміз керек өмірді өткізді. Содан кейін ол біздің күнәларымыз үшін айқышта өлді. Біз үшін тозаққа кетті, және 3-ші күні қайта тірілді. Ал енді Исаның құрбандығы арқасында біз көкке сый ретінде емес, сыйлық ретінде кіре аламыз. Римдіктерге 6:23 тармақта. Бірақ Құдайдың сыйы еміз Иса Мәсіх арқылы мәңгілік өмір делінген. Сонымен, мәңгілік өмір бұл аспан кегін сыйлық. Ефестіктерге арналған 2-ші тарау, 8 және 9 тармақтарда киелі кітапта былай делінген. Сендер рақым арқылы, сенім арқылы құтқарылдыңдар. Бұл сендерден емес, бұл Құдайдың сыйы. Ешкім мақтанбау үшін істердің арқасында емес. Жасауға тырысқан игі істерім үшін, Құдайға қызмет еткенім үшін, және дұрыс өмір сүрге тырысқаным үшін жәннаттың сыйы деп сенетімін. Шыны керек, мен құтқарылу үшін өзіме сеніп, игі істерім мені жәннаттан орын алады деп үміттендім. Бұл мәселе болды. Иса менің құтқарушым емес еді, өйткені мен өзімдікі болуға тырыстым. Жақсы жаңалық мынада. Бізге тек құтқарылуды сыйлық ретінде, яғни Иса төлеген сыйлықты алу керек. Міне анық нәрсе. Біз тозаққа бара жатқан күнәкармыз. Бірақ Иса біздің күнәларымыз үшін өлді, жерленді және қайта тірілді. Енді ол құтқаруды тегін сыйлық ретінде ұсынады. Және бұл біз табатын нәрсе емес. Бұл оның тапқан, және бізге ұсынатын нәрсесі. Мұның бәрі ол туралы, және оның біз үшін құрбандығы. Римдіктерге арналған 6-ші тарау, 23-ші тармақта Құдайдың сыйы, мәңгілік өмір, және бұл мәңгілік сөз, мәңгілік дегенді білдіреді.
Сіздерден сұрайын дегенім, мәңгілік сыйлық алу үшін қанша рет алу керек? Бір рет қана. Бізді құтқаратынына сенетін, және ол бізге мәңгілік өмір сыйлайтын бір реттік оқиға. Құтқарылу мәңгілік. Өйткені Иса біздің барлық күнәларымызды, тіпті болашақта жасайтын күнәларымызды да төледі. Олар қазірдің өзінде төленді. Сіз бір рет құтқарылсақ, бұл біз қалағандай өмір сүріп, көкке бара аламыз дегенді білдіре ме? Бұл жақсы сұрақ. Және жауап иә. Өйткені біз құтқарылған кезде біз Құдайдың баласы боламыз. Сонымен, бұл біліммен менің мәңгі құтқарылғанымды және Құдайдың перзенті екенімді біле тұра, егер мен оның өсиеттерін бұзып, күнә жасасам, ол мені жер бетінде түзетеді. Бірақ ол менің жанымда ешқашан тозаққа жібермейді. Өйткені ол менің құтқарушым және менің әкем. Құтқарылу оңай. Бұл Иса төлеген тегін сыйлық. Дегенмен құтқарылғаннан кейін, Құдаймен серуендеу кез келген қарым-қатынас сияқты жұмыс істейді. Бірақ олар бөлек. Сіз құтқарыла аласыз, және Құдаймен нашар қарым-қатынаста бола аласыз. Бірақ сіз бәрібір оның баласысыз. Неліктен бұл маңызды? Өйткені мен қандайда бір себептермен құтқарылудан айырылып қалуыма сенетін болсам, онда мен шын мәнінде сенемін. Менің құтқарылуым Исаға және оның аяқталған жұмысына емес, өзіме байланысты. Яғни мен Исаға емес, өзіме сенемін. Құтқарылу мәңгілік екеніне сенгенімде, бұл менің сенімім Исаның құрбандығына 100% екенін, және бұл мені құтқару үшін жеткілікті екенін көрсетеді. Мұның бәрі біздің көкке, не өзімізге, не Исаға барамыз деп сенетін нәрсеге қатысты. Сол себепті, Елшілердің істері 16, 30 және 31 тармақтарда киелі кітапта былай делінген. Сосын оларды алып шығып, мырзалар, құтқарылу үшін мен не істеуім керек? Назар аударыңыз. Онда құтқарылу үшін бізге сену керек деген жалғыз нәрсе айтылған. Жохан 3:16-да Иса былай деді. Құдай дүниені сүйгені сонша, өзінің жалғыз ұлын берді. Оған сенетін әркім өлмей, мәңгілік өмірге ие болу үшін. Сіз, «Я, мен Исаға сенемін» деп айтуыңыз мүмкін. Және сіздің Құдайға сенетініңізге және киелі кітаптағы нәрселерге сенетініңізге күмәнім жоқ. Бірақ Иса туралы нәрселерге сену және құтқарылу үшін тек оған ғана сену екі түрлі нәрсе. Бұрын сіз аспан сіздің істеріңізге негізделген сый екеніне, немесе құтқарылудан айырылып қалуыңыз мүмкін екеніне сенген кезде, ақыр соңында сіз Исаға емес, құтқарылу үшін өзіңізге сендіңіз. Бұл сізді кішіпейіл орынға қоятынын түсінемін. Және біреу маған мұны көрсеткен кезде, және мен шешім қабылдауға мәжбүр болған кезде есімде. Мен бұрын істегеніме сенуді жалғастыра аламын, немесе Құдай сөзіне сене аламын, және мені құтқару үшін кімге сенетінімді өзгерте аламын. Мәңгілік өмірге ие болу, бұл басқа Құдайға немесе өзімізге сенім артуды тоқтату. Біз көкке жол табуға және Иса Мәсіхтің өліміне, жерленуіне және қайта тірілуіне толығымен сенім артамыз. Және бұл бізді құтқаратын жалғыз нәрсе. Досым, егер бұл сізге мағыналы болса, және сіз құтқарылуды бірінші рет анық көрсеңіз, Құдайдан сұрасаңыз, Құдай сізге мәңгілік өмір береді. Римдіктерге 10 тарау, 9 және 10 тармақтар. Егер сен иеміз Исаны аузымен мойындасаң, және Құдайдың оны өлімнен қайта тірілткеніне жүрегіңмен сенсең, құтқарыласың. Өйткені адам шын жүректен сеніп, әділдікке жетеді, ал ауызбен мойындау арқылы құтқарылады. Егер сіз бұған жүрегіңізбен сенсеңіз, оны иемізге мойындаңыз. Сонда ол сізді мәңгілікке құтқарады. Мен саған сон намазда имам болғым келеді. Менен кейін қайталай аласыз. Қадірлі Құдай, мен күнәкар екенімді және тозаққа түсуге лайық екенімді білемін. Бірақ сен мен үшін өліп, жерленіп, қайта тірілгеніңе сенемін. Өтінемін, мені мәңгілікке құтқарып, маған мәңгілік өмір сыйла. Мен саған ғана сенемін. Және енді менің жақсы істерімді емес. Рахмет саған, Иса. Аумин.